Амансыздар ма? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге медиа порталы осы аптада не жазды? Саясат, экономика, коронавирус. Жалпы ел мен жаһандағы ең өзекті тақырыптарға тоқталып шолу жасаймыз. Осы аптаның басы тың сүреңсіз басталғаны рас. Мерекелік көңіл күйді экономиканың көңіл күйі су сепкендей басты. Мұнай бағасының арзандауы теңгеге әсер етіп, ақш долларына шаққанда ұлттық валютамыз 400 теңгеге дейін арзандап кетті. Осыған орай мемлекет басшысы шұғыл жиын өткізіп, дағдарыстың алдын алуға шара қабылдауды тапсырды. Бұл жайында сайтымыз кеңінен тоқталып жазды. Коронавирус Қытайға қидай тиді деп дүрлігіп жатқанда, Европа етегіндегі италиялықтар назарымыздан тыс қалған сыңайлы. Әсілі мамандардың коронавирустың егде тартқандарға тез жұғады дегені тегін емес сыңайлы. Өйткені байырғы қытайлықтардан басталған вирус ежелгі римдіктерге де жетіп, бір күн ішінде 16 миллионға жуық адамды карантиндепті. Бұл жайында да тарқатып айттық. Қай министрлік бюджетін егере алмай отыр? Үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Әлихан Смайылов 62 миллиард теңгенің атқарылмағанын хабарлады. Оның 10 миллиард теңгесі ғана үнемделген сома болса, қалған 52 миллиардты қай министрліктің егере алмай отырғандығы біздің назарымыздан тыс қалған жоқ. Бір сөзбен айтқанда, бізді не күтіп тұр? Тамақ пен кредит қымбаттайды. Теңгемен салынған депозит долларға қарағанда көп табыса келе бастайды. Сосын Түркия мен Египетті түсімізде көруіміз мүмкін. Жалпы экономистердің осы сынды түсініксіз сарындағы сөздерін тілшіміз түсінікті етіп жазды. Жалпы өміріміздің алдағы уақытта қай бағытқа қарай өзгеретінін білгіңіз келсе, оны да сайтымыздан таба аласыз. Келесі тақырыпты сөз етпес бұрын экрандағы бейне жазбаны көріп алайық. По нашему прогнозу, где-то с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Шыны керек, бас санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшиннің коронавирус жайлы айтқан дәл осы болжамы жұртты дүрліктіріп тастады. Біз қалай түсіндік, нені түсіндірдік, оны да сайтымыздан табасыз. Коронавирус есігіңізді қағып тұр. Сәрсенбінің сәтті күнінде Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз орталығында коронавирустың таралуына қарсы әрекет ету шараларына байланысты баспасөз конференциясы өту керек еді. Журналистер жиналып сақадай сай отырғанда баспасөз конференциясының болмайтындығы жөнінде хабар жетті. Оның себебін ешкім түсіндірмегеннен кейін осы тақырыпты жазғысы келіп әкімдікке кеткен тілшіміз коронавирус Бекшиннің есігін қағып тұр деген тақырыпта мақала жазып келді. Туризм қауіпті болған кез. Ол заманда бұл заман жаһан кезіп саяхаттау қауіпті болады деп кім ойлаған? Әсіресе бар мүмкіндік дамыған біздің ғасырда. Қазір дәл осы туризм әлемді тақырға отырғызып, байды тақырға айналдырып, кедейді тақымға басып кетуі әбден мүмкін. Неге дейсіз бе? Неге сайты бұл жайында тарқатып жазды. Путин саяси пәктікке ие болды. Ел президенті тағында өле-өлгенше отыруға бел тәрізді. Ел билігі жуырда жаңа конституция қабылдап, президент билік тізгінде отырған бұрынғы мерзімнің күшін жойды. Енді Кремль қожайыны тағы да кем дегенде 12 жыл тағында отыруға мұрсат алды. Ал біз тақырыпқа шығарған саяси пәктік термині Австрия журналистері жазған отты мысқыл болатын толығырақ сайтымызда. Мамоновтың қылмыстық ісі неге құпия? Ақпанның соңында біз Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Руслан Мамоновтың қамауға алынғаны жайында жазғанбыз. Тырнақшаның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында іссапарда жүрген Мамонов біздің жазбамызды жоққа шығарып ресми мәлімдеме жасады. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі біздің ақпарымызды растап отыр. Шынында да Мамонов қамалды, оның неге қамалғанын, қандай іс бойынша айыпты болғандығын білгіңіз келсе, сайтымызға кіріңіз. Қытай коронавирустың емін тапты. Сан ғасырлық тарихы бар Қытайдан осы күні шықпайтын нәрсе кемде кем. Күллі әлемнің өндіріс ошағына айналған аспан асты елі коронавирустың емін тапқанға ұқсайды. Таппады дейін десек, әккі саясаткер Си Цзиньпин басын бәйгеге тігіп Уханға бармас еді. Осы жөнінде инфографикаға негізделген мақаламызды оқып көріңіз. Бір үйірге бір айғыр, 10 тауыққа бір қораз. Осыған ұқсас ерекше пікіріменен Қазақ тағамтану академиясының президенті академик Төрегелді Шарманұлы арнайы сұхбат берді. Маған тағылған айыптың ең жоғары 30 жыл.
Өмір сүрүү дағдыңыз қандай? Құпияңыз бар ма? 10 тауыққа бір аға деш. 10 сиырға бір бұқа. Қарап көр. Мысалы, бір үлгі жылқыға бір айғыр. Басқа айғыр жолатпайды мысалы. Бұл не? Бірақ қалай сақтанамыз осыдан? Қазақтың ерте ежелге тәртібін ұстасаңдар болды. Спирттік ішімдік ішесіз бе? Той сақтасын болды. Осыған жетпей қалды бізге. Құрдастарыңыздың қатары сиреп қалған шығар. Сол үшін мені Мәскеуге айдап жүрген. Қазіргі денсаулық сақтау министрлігінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Біз қазақ, как будто осы коронавирус келетін сияқты болып көрінгенбіз. Тоқал алу мәселесін заңдастыру керек шығар. Қалай ойлайсыз? А я бы хотел бы только не смогу. 90 жылдық мерейтойын тойлағалы отырған академиктің қалай тамақтану керек, коронавирустан қалай сақтану керек жөніндегі құнды пікірлерін біздің сайтымыздан табасыз. Неге KZ медиа порталы ашылғалы бері толық бір мезгіл, яғни қысты ғана өткердік. Осы уақыт ішінде қазақ тілді аудиторияға тәуір ақпар таратқан сыңайлымыз. Жүз таныс, өз таныстарымыз әңгіме арасында сендерді кім қаржыландырады, кімнің сойылын соғасыңдар деп жиі сұрайды. Мені ғана емес, редакциядағылардың бәрін осы сұрақ мезетті, тіпті бас редакторды да. Неге KZ сайтын кім қаржыландыратынын білгілеріңіз келсе, айтайын деп айтпайсың мақаласын оқыңыздар. Осымен апталық шолуымыз тәмам. Келер аптаға дейін аман болыңыздар. Құдай берген армандарыңыз орындалсын.